Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ әрі дәмді шелпек дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар 300 грамм су, 200 грамм сүт, 100 грамм қант, тұз, дрожж, ұн керек болады. Осының барлығын араластырып, жұмсақ қамыр ереміз. Қамырымыздың бетін жауып қойып, қамырымыздың ашығанын күтеміз. Ашыған қамырымызды 7 бөлікке бөліп, оны әдемілеп жаямыз. Жайылған қамырларымызды қызып тұрған табаға, яғни майға пісіріп аламыз. Екі жағын аунатып, әдемілеп қызартып пісіреміз. Шелпегіміз өте дәмді әрі жұмсақ болып піседі. Бұл рецептпен сіздер тоқаш әзірлесеңіздер де болады, яғни бауырсақ. Қалған қамырды бауырсаққа жұмсасаңыздар болады. Мен мұнда тек қана 7 шелпек пісіргенмін. Өте дәмді шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.